Сәлеметсіздер мен балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бала абай. Сабақтың мақсаты тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру. Бағалау критерийі. Тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсінеді, мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді. Балалар, қазір біз жаңа сөздермен танысамыз. Ақын, поэт, тұлға, личность, дара, особый, выдающий. Жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңізге жазып алыңыз. Запишите новые слова в словарную тетрадь. Жақсы. Келесі грамматикалық қоржын. Ребята, повторяем за мной. Обратите внимание на личные окончания. Мен ақын боламын. Сен ақын боласың. Сіз ақын боласыз. Ол ақын болады. Керемет, балалар. Келесі тапсырма тыңдалым. Абайдың ауылына атақты Дулат ақын келді. В село Абай приехал знаменитый поэт Дулат. Абай әжесінен Дулат ақын туралы сұрады. Абай у бабушки расспросил про поэта Дулата. Дулат ақын Абайға бата берді. Поэт Дулат дал благословение Абаю. Абайдың әжесі Зере өте мейірімді адам. Ол Дулат ақынды құрметтеді. Бабушка Абая Зере была очень добрым человеком. Она приняла поэта Дулата как почетного гостя. Келесі тапсырма, балалар. Осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Следующее задание, ребята, по данному тексту ответим на вопросы. Бірінші, Абай кіммен сөйлесті? Екінші сұрақ, Абай әжесінен кім туралы сұрады? Қонақтың аты кім? Ол не істеді? Қонақ кімге бата берді? Керемет, балалар. Келесі тапсырма, балалар. Үшінші тапсырма. Дулат ақынның Абайға берген батасын оқимыз. Шырағым, ер жетерсің, ер жетсен сірә, не етерсің, алысқа шырқап кетерсің, шындасан шынға жетерсің. Жақсы, балалар. Келесі тапсырма жазылым. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазыңыз. Мысалы, Абайдың ауылына Дулат ақын келді. Дұрыс. Керемет, балалар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.